Гага достар, сіздермен Флэш және де менің қасымда бүгін Айшуақ. Айшуақ достар, қалайсыңдар? Және де менің қасымда бүгінгі критигіміз Дейлин. Сен чехол алыпсың ғой да? Ершат Чехолов. Дерзкий Дейлин. Дерзкий. Қара піл, қара қасық, қара аю. Кім тағы? Қара тасақ. В общем, достар, бүгінгі видеода біз Қазақстанда аты шулы KFC мен До конца! KFC мен Попайсты салыстыратын боламыз ғой. Төбеде кемпір келеді қазір айқады. Кешіріп қойшы кемпір. Достар, Қайрат пен Реалдың ойыны барлық қазақтар үшін маңызды екенін білесіздер. Билеттердің сатылып кеткенін білесіздер және де бүгін олар ойнайтын болады. Өз басым Қайратқа толықтай сенімдімін. Және де бір сұрақ, Қайрат барлығымызды таңғалдырам екен. Ал футболдан артық уайымсыз ләззат алу үшін бір эксперттің қауіпсіз ставкасы бар. Яғни сіздердің 50 000 теңгеге дейін тіккен ставкаларыңыздың барлығын өздеріңізге ұтылып қалған жағдайдың өзінде қайтарады. Барлық ақпарат әдеттегідей төменде тұр. Бүгінгі видеода крылышкаларды салыстыратын боламыз. Енді біздің жақсы көретін крылышки. Сағат бізде достар түнгі 11-ден 7 кетті. Мен тамақты таңғы 6:30-да жегем. Достар, міне бірінші KFC-иміз. Өлесің. Жаңа көрсетші жаңа. Ал бізде достар Попайс. Екіншісі Попайс. В общем, осындай чиловый видео, достар. Бүгінгі видеода қайсы крылышки ең лучшийін анықтайтын боламыз. Так, шығара берсек болады енді барлығын. В общем, осындай екі баскетті салыстыратын боламыз. Сет чотан болды ғой мынау, иә? Қазір сушняктарымыз құйып алайық, достар. Бірінші жеместер барын. Ату Дейлин өзі тұрсы. Так, достар, мен сразу көрсетіп кетейін. Міне мынандай. Міне қараңдар. И екіншісі міне мынандай. В общем, достар, біз бірінші KFC-дің стрипсилары мен Попайстың стрипсиларын салыстырайық. Бұда стрипси бар ма не? Болу керек, вроде бы, салған сияқты. Міне, достар, Попайстың стрипси. Ебать! Мына стрипси ба? Вроде бы стрипси ұқсайды. Көрейін ба? Қараш, басқа стрипси бар ма? Ебать, ну не бәле шешек! Қараш, ебать! Просто курицаны. Ойбай. И KFC. KFC-дің стрипсиларын енді барлықтарыңыз білесіздер. Міне осындай. KFC классика ғой. Я жеп көрек. Хadi соустар алдыш. KFC өрген бөлек па? Қалай дейсің, аманш? Не аны қошиш? Стрипси да? Стрипси мысал. Қалып кеткен етті сал Мына бізде достар. Короче, KFC классика ғой. Өздерің білетін жазыңдар KFC-да. А вот енді Попайс көп қалада жоқ. Достар, KFC ол біздің Қазақстан барлық қаласында бар, танымал. Ал бізде Попайс Қазақстанға енді жақында келді десек те болады. Американский тоже. Не соустар. В общем, жақында қателеспесем тек Алматы мен Астана қаласында бар. И то Астанада недавно ғана ашылды, достар. Қателеспесем. Вот Алматы ғой, біз өзіміз всегда бірінші барлығын көретін. Мына жерге бүйте саламыз, а? Шпадың ба? Осыған батыр жүйерімді. Так, бірінші бізде KFC, енді KFC... Мына екеуі ма, болды ма? Жоқ, ішінде бар ғой. Баскет па? Бәрі сондай ма? А жағын арт жағында стрипси бар екен ғой? Міне стрипси, міне достар, Попайстың стрипси. Міне достар, Попайстың стрипси, я? Айтуыр. Ба. Енді KFC мен салыстырып көреміз. Енді түрлеріне қарасаңдар бірдей сияқты, достар, бірақ дәм жағынан айырмашылық бөлек болады. болады. Есі де басқаша ғой мынау. Еще еті көп Попайстың достар. И сочный ғой ма? Нежный. Попайстың осы достар стрипсилар самый нежный ғой. Мен көтенім сияқты. Воздух сияқты кетіп қалды достар. Кайфпен дейсің Попайс деген нәрсе. Ема достар, Попайстың стрипси дерзкі екен. По-любому KFC ғой. KFC ойнамай алды ма қатты жота? Достар, просто кайф. KFC ғой, KFC. KFC бөлек достар. Ашылау ма? Приятно кетеді. Қаттырақ деймен.
Достар, енді қазір біз крылышкиларды салыстыратын Ne боламыз. oynuyorsun da? Походу крылышки. Крылышки шығар шын. Міне достар, бізде KFC-дің крылышкиі және Попайстың крылышкиі. Қараңыздар, разницасын байқауға бар. Кішкене Попайсы қызылдау ма бір. Kan onu. Бір түрлі кішкене. Ал мынау KFC-ді қазір екеуміз Айшаға екеуміз дәмін көрейік. Сен жей бер өзің не жейсің де. KFC ғой KFC. Papayız мен KFC'nin крылышкин дәмі особо разницасы жоқ сияқты. Узбеки KFC ғой кушают. KFC. Достар, менің байқағаным, Papayız жұмсақтау я? Попайс барлық жағынан жұмсақтау келген достар. Ананы жеп көрші, ананы жұмсақ қоқсан. Узбекистан. KFC ғой KFC. Қоймадым ғой, KFC-ге қойдым. Шынжақ KFC-ді. Бургер бар уже. Мен заказ еткен бургер. Достар, в общем, айтатын болсақ, маған ұнап тұр кәдімгідей капец прям. Lan Papayız өтіп пойди достар. Papayız лес. Попайс ашылау еще, KFC-ге қарағанда. Ne? KFC-ге қарағанда ашылау достар. Papayız'ın бургерлері де тема. KFC ғой KFC. Так, енді ножкиді көрейік. Ножки бар ма? Бар ғой. Так, достар, міне KFC-дің ножки и KFC'дікі үлкен. KFC-ді үлкен яғни достар, мына жерде. KFC-дің ножки точно үлкен. Крылышки өзі біреу емес не? Дәмін көрейік енді. KFC ғой KFC. То же самое. Достар, KFC-дікі негізі курицасы үлкен емес, нифига. Сыртындағы панировкасы бар ғой мына. Сыртындағы сухарики ең үлкен орында алып тұрған. Anada наоборот достар. KFC ғой KFC. Кофе кетеді ғой ауыздан. Все-таки, достар, Попайстікі нежный лав, еще более острый, аузың прям дейтін де болады. Papayız жақсы екен. KFC ғой KFC. Ема алдым, мал қора болды достар енді. Мен білмеңдер енді. Осындай мен. KFC ғой Сен KFC. осылай жемесең. Бір сушняк құйып жіберсеңдер енді маған. Ал достар, қазір мынадан жейтін боламыз. Просто дәу курица, мать, мынау реально Еще жұмсақ қой. жұмсақ қой, еще жеуге удобно ғой достар. Ойлайсың мынаны жесең. Қараңдаршы достар, алдың дейсің. Сөй жоқ қой. Көрдің ба? Прям балық жегендей қылып жейді екенсің я. Мына достар просто Мына қараңдаршы достар, мына бүйтіп үзілген деген қараңдаршы. Попайстың крылышки емедім, аны жемедім алып. Достар, дальше достар ешқандай оценка болмайтын сияқты бізде. Бәрі мұшқы ма? Не ма, Не мынау? Мынау не? Наггетс ғой. Наггетсы ғой. Мына кәдімгі гриль бар ғой. Дәл сол жақты келіп отыр мынау. KFC ғой KFC. Әшли. Қоймадың ғой сен бұл KFC деп. Не KFC? Әшли достар. Қараңыздаршы достар, просто ішін оценка берсеңдерші, міне қараңдаршы. Еппай. Просто бөлек қой мынаның іші. Дайте наггетсін көріп жүрейік. Қолға түскен ұрып жатыр. Наггетстері достар, обычный магазинный наггетс емес, өздері жасайтын көрініп тұр. Қараңыздаршы міне. Басқа любой фастфудтың наггетс алсаңыздар, достар, дәм болсын наггетс салып жүреді, ал бұл жерде өздері жасайтын көрініп тұр. Сондықтан Попайсқа тағы да бір ұпай қоссақ болады. Папай қосып тұр ғой. Айтсай, не айтайын деп отырайын? KFC ғой KFC. Даже наггетсінде өздерінің тұздығын қолданады, достар, сондықтан прям дәмі. Салфетка жоқ па не? Бар ғой. Дәмі басқаша, достар, очень веселее. Қарайтын болсақ, Попайстың базар жоқ. KFC жемедік та ғой біз, екеуміз жемедік ау. Попайс айып жатық. KFC-де осындай қалды, достар, ішінде. И Попайста да сондай қалды. Қараңдар. Енді біз KFC-де қосымша бургер алған болатын, сол бургерінде дәмін татып көре сай. KFC-дің бургеріне оценка, достар. Обычный шеф бургер ғой. Мынау бургері қалай? Қараңдар, іш жағында не орналасқан қараңдар, достар.
Дым жоқ қой ішінде. бургер ғой. Еще наны тұрып қалған нан сияқты ма бір кішкене. өздерім жеймін дейді. Сосис. KFC ғой, KFC. Маған анау 1-2 апта тұрып қалған ғой точно. Неге? Көріктен. KFC емай. Не салып жегенсіңдер шеше? KFC ғой, KFC. Бургер вообще свежий емес тұста. Ет қапқатты ғой. Еті қапатты. Екеуі бір ма еще? Екі бірдей жасап жеп қой. В общем, достар, бургерлер как будто андай тұрып қалған бургер салып жеген сияқты бір. Өздері жаңадан жасағанына ұқсамайды. Вот папайскі прям көрініп тұр, достар, жаңа піскені, жаңа зат қалған. Менше папайсы ұзақ піскіз. KFC ғой, KFC. Комментарий жазып кетіңдер. Мына ишак KFC ғой дегенде неше рет айтты. Ол түсінеді соны санап. Болды ма, болды. Тойдым мені, достар. Тойдым ма, тойдым. Но папайс. Келесі кешіңіз папайс заказ өретін доппыз ғой, отырып ап. Достар, папайсың өрені бөлек еді. Бургері. Өребені бөлектің да. Енді Ал енді достар, біз қорытындылай келейік. Саған қайсы ұнады? Стрипсидан, барлығынан ба? полный. Ой, поқамы. Болмайды екен, сен бара бересің. Что там, қайсысы сен? Папайс пе, KFC ма? KFC ғой, KFC. Достар, мен папайс таңдаймын өзім. Сіздер де естілей дәмін көрген болсаңыздар, комментар жазып кетіңдер. Атак. Көрмеген болсаңдар, Алматыға келген көрін. Өмір бағында көру керек, жүру керек. Алматыға бір келгенде KFC жемей лучше осыны дәмін көріп кетіңдер. KFC ғой, KFC. Ал енді сіздермен болған мен Baby Groot. Давайте. Кішкентайлауын ала беру керек бет деп қалдым ғой. Пиздец кеттім. Бірақ мен кішкене добивать етіп жегенші.